Қайырлы күн, құрметті шаруашылық иелері. Бүгін күн дейді өте тамаша болып тұр. Менің шыбыштарыма бүгін 10-шы бір ай болды. Ровны бір ай. Осыдан бір ай бұрын мен сұлы алдым 20 килолық 2200-ге, бұл Атырау облысында 2220 килолық сұлы авиасы. Міне қалғаны осы. Бүгін міне бір ай енді ешкілеріме, шыбыштарыма таңертең 300 грамм, кешке 300 грамм, сосын сабан берем, суын берем. Енді дұрыс болса дұрысын айтыңыз, қате болса қатесін айтып, комментария жаза отырыңыз. Солай көргем енді 150 граммнан бір шыбышқа 300 грамм жарайды деп. Сол 300 грамм таңертең, 300 грамм кешке. Мына строительный нем сынып қалды. Міне осы менен алдында өлшеп специально істеп едім. Осы мен бір ковш кішкене бетін, полный қылып бір ковш 300 граммдай болады. Осы мен таңертең бір, кешке бір берем. Қалғаны осы. Сонда бір айға, бір ай жарымға жететін болып тұрды екі шыбышқа. 2200 теңге. 20 килолық сұлы. Енді мұны тауықтарыма әзірлеп жатырмын. Ойбай, керім рагу болды. Қалған балдардан қалған колбаса, малбаса, кебекпен араластырып, күріштің сорпасы бар. Сонымен тауықтарыма керім, витамин, жем дайындап жатырмын. Погода дейтін керемет. Погода деген керемет. Қар жауып тұр жайлап. Күн дейтін жып-жылы, еріп атқан жоқ, но қар жауып тұр. Керім болып тұр енді погода. Қар жауады деп обещать етті ғой. Сол обещанияларын орындап отырған сияқты ғой. Тағы да қар күреу, тазалау, айқай шу. Аман болайық, енді бір 15 шақты күнден кейін қысымызда бітеді ғой. Алла бұйыртса қыстан аман шығайық. Сау, саламатта болыңыздар, заман тыныш болсын.